Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте ерекше таңғы аспен бөліскім келіп отыр. Жасалуы оңай, ингредиенттері қарапайым. Менімен бірге жасап көріңіздер, ал ендеше іске сәт. Ең алдымен ыдысымызға 1,5 стакан жылы сүт, кішкене жылытып алыңыздар, 1,5 стакан жылы су, 1 чайный ложка дрожжи, 2 жұмыртқа, барлығын қосып араластырып аламыз. Құрметті менің оқырманым, егер де сіз менің каналымда бірінші рет болып отырсаңыздар, менің каналым ұнаса және пайдалы болса, міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңыз. Лайк басып, осы рецепт бойынша жасап көріп, өз ойыңызбен комментария бөлімінде бөлісе кетіңіз. Менің каналымда әр апта сайын жаңа рецепттер шығып отырады. Рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі қоңырау батырмасын баса кетіңіз. Мінекей осылайша 3,5 кесе ұнымызды ақырындап біркелкі массада айналдыра отырып қосып шығамыз. Бұл тағамды таңертең және түсте жасап жеуге болады. Құрамындағы ингредиенттер денсаулыққа пайдалы, тойымды әрі дәмді. Үйде үлкен кісілер болса, ол кісілерге де ұнайды деген ойдамын. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Ары қарай үйдегі зелендеріңіз болса, соларды қосып, турап салып жіберсеңіздер де болады. Мен көк пияз бен укропты қолдандым. Дәл осы видеодағыдай көріп тұрғандай, барлық ингредиенттерді кішкентай бөліктерге бөліп турап аламыз. Мен 2 кішірек помидор қостым. Егер де сіздерде үлкен помидор болса, біреуі де жеткілікті. Помидорларымызды ұсақтап 4-3 бөліктерге бөліп турап аласыздар. Бір дана картошканы да теркадан өткізіп дайындап аласыздар. Картопты өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Картоптың орнына колбаса қолдансаңыздар да болады. Менде үйде осындай сыр қалып кеткен болатын, осы сырды да қосып жіберетін боламын. Сіздерде де бар болса қосыңыздар, болмаса қажеттілігі жоқ. Бір қызыл бұрыш немесе жасыл бұрыш қосасыздар. Менде үйде жасыл бұрышы бар екен. Жасыл бұрышты да помидор сияқты 4-3 турап алдым. Ал енді достар, барлық туралған ингредиенттерді бағанағы сұйық қамырымызға қосып, ақырындап араластырып аламыз. Бірінші сырымызды қостым. Келесі кезекте картошканы қосамыз. Сырымызды бірінші қосып алмасақ, кейіннен оның араласуы қиын болады. Туралған помидорымызды қосамыз. Қазірдің өзінде түсі ерекше болып, дәмді болып шығатын сияқты. Болгарский перецімізді қосамыз. Соңынан зелендерімізді қосып, барлығын жақсылап бір массаға келгенше араластырып аламыз. Егер де достар, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, кері байланыстарыңызды білдіріп, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте пісіріп алатын боламыз.
Ол үшін қызып тұрған табамызға аздаған май құйып, барлық жағына жағып шығамыз. Табамыз қызыған кезде салмамызды ақырындап шетінен құя отырып пісіреміз. Мен екі жарымдай ожау қостым. Сіздердің табаларыңызға, ожауларыңызға байланысты жұқарақ етіп жайсаңыздар, дәмдірек бола түседі. Пісуі де тезірек піседі. Барлық жеріне бірдей етіп шайып, 2 минутқа қазанның қақпағымен жауып, кішкене пісіріп алатын боламыз. Қызарып, қып-қызыл болып піседі. Мінекей достар, біздің бір жақ бетіміз пісті, екінші жақ бетінде дәл осы сияқты қазанның қақпағын жауып пісіреміз. Екінші жағы бірінші жақ бетіне қарағанда тезірек пісетіндіктен, астын қарап отырып тезірек алмасаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Әрбір пісірген сайын аздап май жаға отырып пісіресіздер. Мінекей достар, астыңғы жағы пісуге таяп қалған кезде бетіне май жаға отырып, ақырындап екінші жағын аударамыз. Аударылуы өте оңай болады. Он мен жұмыртқа болғандықтан тез аудара алады. Осылайша барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің осымен ерекше дәрумендерге бай тағамымыз дайын болды. Ингредиенттері қолжетімді, пісірілу уақыты тез, өте дәмді болып шығады. Видео міндетті түрде жасап көріп, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менің келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.